Жаңарқадан жағымды жаңалық саналы ғұмырын сахарасын зерттеуге арнап, ұлтының жоғын түгендеген этнограф, жазушы, шежіреші, зерттеуші ғалым Ақселеу Сейдімбек атында мұражай ашылды. Аудан орталығындағы бұл мектепте бүгінде 361 бала, 47 ұстаз бар. Ақселеу Сейдімбектің өзі білім алған оқу ордасына 40 жылдық мерейтой қарсаңында жазушының есімі берілген еді. Мектеп ұжымы көп ұзатпай бірден мұражай ашу ісіне кірісіп, ел егемендігінің 30 жылдығы қарсаңында тұсаукесерін жасады. Ақселеу Сейдімбек қазақ әдебиетінің тарихы болсын, халық ауыз әдебиеті болсын, ерекше үлес қосқан адам. Бұл кісінің мектебімізге аты берілген күннен бастап, оқушыларымызға пән апталықтарында болсын, тағы да басқа іс-шараларда болсын, Ақселеу Сейдімбек атамыздың өмірі мен шығармашылығынан зор мағлұматтар береміз. Салтанатты шараға аудан әкімінің орынбасары Қанат Қожықаев, Нұр Отан партиясының Жаңаарқа аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Өмірзақ Уәлиев бастаған зиялы қауым өкілдері, мекеме басшылары, мұражай мамандары, ардагерлер мен руханият саласының өкілдері және Ақаңның туыстары қатысты. Ашылу салтанатында аудан әкімінің орынбасары Ақжарма тілегін білдіріп, бұл шараның ауданның мәдени өміріндегі ерекше оқиға екеніне тоқталды. Ашылып жатқан мұражай сол кісінің атын әр қарайда ізін қалдыруға, өскелең ұрпаққа жеткізуге бір жасалып тұрған бір жақсы қадам деп есептеймін. Сол кісінің өзінің атына берілген мектепте мұражай ашылуы ол заңды. Ұстаздар, сіздердің еңбектеріңіз жана берсін. Осы мектептің шәкірттері осы Ақселеу ағамыз сияқты профессор, доктор атақтарын ала берсін. Мұражай лентасы қиылғаннан кейін қонақтарға арнайы экскурсия жасалып, оқушылар музей экспонаттарын таныстырды. Мектеп оқушыларының алдағы уақытта да зерттеу ісіне белсене араласары сөзсіз. Баға жетпес ұлттық мәдениетімізде өлшеусіз үлес қосқан ардагерлердің ішінде Ақселеу Сланұлы Сейдімбектің болуы шарт. Себебі ұлттық мәдениетімізде, тіл мен ділімізде де, сондай-ақ ұлттық музыка мен әдебиетіміздің жоқшысы болған Ақселеу Сейдімбек атамыз еді. Кішкентай жасөспірім балалардың өзі тарихын айтып сайрап тұр. Сондықтан осының бәрі осы ұжымның еңбегі деп ойлаймыз. Мен сол Ақселеудің жақын інісі, екеуміз бір үйде бір өскен інісі болам. Арамыз 4 жас. Екеуміз сол 5-ші классқа дейін айырылысқан жоқпыз. 5-ші класста Ақселеу осы аудандық баяғы Ленин мектебіне келіп, 5-ші класста бастады, оған дейін ауылдық жерде оқыды. Енді бүгінгі мына мұражай өте қуаныштымыз, өзі көңілімізге қуанып тұр. Музейде ғалымның өзі тұтынған жеке дүниелері, қызметтік заттары қойылған, жазушының өмірінен сыр шертетін фотосуреттер де бір қара. Бір сөзбен түйіп айтқанда, тарихи дерек пен құнды жәдігерлер сыр шерткен музейден өмірі өнегеге толы ұлағатты тұлғаның бекзат болмысы мен парасатты танымын терең таныдық. Маржан Қапсаттар, Нұрбол Үздікбаев, Дидар телеарнасы.